Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видео түс жору жайлы болады. Бүгінгі тақырып түсіңізде шұңқырға түсіп кетсеңіз қалай жорылатындығына тоқталамыз. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып бізді қолдап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ал ендеше бастайық. Жалпы түсіңізде шұңқырға құлап кеткеннен гөрі шұңқырда тығылып отырған жақсы. Түсіңізде шұңқырда тығылып отырсаңыз, өміріңізде болып жатқан қиыншылықтардан құтылғыңыз келетіндігіне ишара. Түсіңізде шұңқырға құлап кетіп, ол жерден аман шықсаңыз, бір жақсылықтың келетіндігіне ишара. Түсіңізде шұңқырға кездейсоқ құлап кетсеңіз, сізді тосын сый күтіп тұрғандығына ишара, және сол сыйлық сізді өміріңізді өзгертетіндігінің белгісі. Ауырып жүрген адам түсінде шұңқырдан шығып келе жатқанын көрсе, ауруына шипа табатындығының белгісі. Түсіңізде шұңқырға құлап кетсеңіз, ол шұңқырдың ішінде тамақ, сусын, киім-кешектер болса, онда сіздің бір адамның қарызын өтеп беретіндігіңізге ишара. Түсіңізде шұңқырға түсіп кетіп, жарақат алып қалсаңыз, жаман хабар келетіндігінің белгісі. Түсіңізде шұңқырға түсіп кетіп, көмекке шақырсаңыз, алайда ешкім көмектесуге келмесе, Алладан алыстап үлкен күнә жасап жүргендігіңізге ишара, тәубе етуіңіз шарт. Түсіңізде біреудің шұңқырға құлап жатқанын көрсеңіз, сіздің өміріңізде қиыншылық тудыратын өзгерістер болып жатқандығына ишара, бірақ оны тоқтатуға шамаңыздың жетпейтіндігіне ишара. Түсіңізде шұңқырға түсіп кетсеңіз, сізге біреу тұзақ құрып жүргендігінің белгісі. Түсіңізде шұңқырға құлау сізге ескерту де болуы мүмкін. Бір шешім қабылдағанда, асықпай ойланып шешім қабылдау керек екендігінің белгісі. Түсіңізде лас болған шұңқырға құласаңыз, сіздің жасап жүрген істеріңіздің өте жаман екендігіне ишара. Егер жалғастыра беретін болсаңыз, өміріңіз қиындайтындығының белгісі. Түсіңізде шұңқырға түсіп кетсеңіз, дүние істеріне құныққандығыңыздың белгісі, діннен алыстап кеткендігіңізге ишара. Түсіңізде шұңқырға құласаңыз, жақсылықтың да белгісі болуы мүмкін. Егер сіз бір істі бастарда жақсылап ойланып, дұрыс шешім қабылдаған болсаңыз. Түсіңізде жұмыста жүріп шұңқырға құласаңыз, ол жұмыстан босап, жаңа жұмыс іздейтіндігіңізге ишара. Түсіңізде мешіт, балабақша секілді жақсы орындарда шұңқырға құласаңыз, жақсылықтың белгісі деген. Түсіңізде кішкентай баланың шұңқырға құлағанын көрсеңіз, бір жайсыз хабар алатындығыңызға ишара. Түсіңізде кішкентай баланың шұңқырға құлағанын көрсеңіз, алға қойған мақсаттарыңызға жетуге кедергілер бар екендігіне ишара. Түсіңізде кішкентай баланың шұңқырға құлағанын көрсеңіз, алдағы уақытта қаржылай қиыншылықтар болатындығына ишара. Түсіңізде шұңқырдан шығып келе жатсаңыз, мақсаттарыңызға жетуде жаңа белестерді бағындыратындығыңызға ишара. Түсіңізде шұңқырдан шығып келе жатсаңыз, жауыңызды жеңетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде ішінде суы бар шұңқырға құлағаныңызды көрсеңіз, алға қойған мақсатыңызға жететіндігіңізге ишара. Түсіңізде ішінде суы бар шұңқырға құлағаныңызды көрсеңіз, рызық несібеңіздің молаятындығына ишара. Түсіңізде ішінде нәжісі бар шұңқырға құласаңыз, қорлық көретіндігіңізге ишара. Түсіңізде ішінде нәжісі бар шұңқырға құласаңыз, жұмыс орныңыздан кететіндігіңізге, беделіңіздің түсетіндігінің белгісі. Түсіңізде қараңғы шұңқырға түсіп кетсеңіз, психологиялық қиыншылықта жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде қараңғы шұңқырға түсіп кетсеңіз, өлім жайлы көп ойлайтындығыңызға және өлімнен қорқатындығыңызға ишара. Түсіңізде көлігіңізбен шұңқырға кіріп кетсеңіз, сіздің бір қиыншылыққа тап болғандығыңызға ишара. Ол қиыншылықтан құтылу үшін көп нәрсені құрбан ету керек екендігінің белгісі. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де подписаться бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.